дәмдісіне, ё-майо. Қанша градус бүгін, ноут бүгін ысып кетті, ё-майо. Өшіріп қояйыншы өстіп. Так, холодильник, еріп жатыр барлығы. Қанша градус өтеді? Да, ё-майо, 75 градус па? Суға барайыншы, су, давай. Ыстық қой, ё-майо. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге жарық достар. Что-то біздің ауылда қыстың қақ ортасында 75 градус достар. Неғып екен түсінбей жатырмын. Біз қар да жаумайды, жаңбыр да жаумайды. Міне өсіп күн түседі да ужас болып жатыр, қайнап кетіп жатыр достар. Не істерімді білмей жүрмін енді. Жителер бар ма екен? Жителер бар екен. Жителер, ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма, қалайсыңдар, жақсыңдар ма? О, сәлем жарық, қайырлы таң, қалайсың? Жаманмын мен, сол жителер что-то күн қатты ысып кеткен сияқты. Иә жарық, дұрыс айтасың, асып кетті ғой. Иә жителер, сол не істем болатынын білмей жүрмін мен. Ё-майо, мен өзіме өстіп блог алып алайын лед, и өзіме нәрсе істеп алайыншы өстіп. Ё-майо, қайнап кеттім ғой. Самалы хотя бы мұзданып жатырмын достар. Житель келмейсің ба? Жоқ жарық, отыра бер. Ё-майо, кондиционер сатып алу керек. Достар, мен осында жаңа өзіме көлік сатып алдым. Құттықтап жіберіңдер комментарияда. Достар, сіздер уже маған 170 подписчик жинап салсыңдар, мен сендерге алғыс айтқым келеді, ризамын сендерге достар. Шамалық күнде 175 подписчик жинап тастау бұл деген қырын ғой достар. Осы видеоға да бір 50 лайк жинап тастаңдар, сразу же келесі видеолар шыға береді достар. Сіздер мені өстіп қуантасыңдар. Ё-майо, күн дәл мен төбеме түсіп тұр. Ладно, что-то выход емес. Так, достар, менде бір идея бар. Мен, наверное, жителер үшін, өзім үшін бір купол салу бастаймын. Өйткені мынау болмайды уже. Что-то ауыр кетіп жатыр. Өте ауыр кетіп жатыр. Сондықтан мен өстіп салу бастаймын. Аты ауылымыз өстіп ужас болып қалады. Қыстың қақ ортасында 75 градус деген не ол достар? Өздеріңіз түсініп тұрған шығарсыздар. Так, өстіп бастаймыз. Жителер, уайымдамаңдар, мен сендер үшін купол салып тастаймын. О, жарық, рахмет, главное бірақ огород өліп қалмаса болды. Енді огород өліп қалмасын деп көрермін. Ё-майо, күн деген жарқырап тұр ғой. Ал достар, мен осыны салып болған соң қайтадан запись қосам, өйткені бұл ұзақтау кетеді, менен бір 4-5 сағаттай алатын шығар. Так, мына жақта салып болайық, сосын болды достар. Ал достар, болдық наконец. Ё-майо, әрине салып болдым ғой. Уже қолым шаршап кетті. Ё-майо, достар, сол үшін лайк басып жіберіңіздер достар. Қолым кәдімгідей шаршап кетті уже. Өйткені астыға дейін істедім ғой, астан өйткені жылы ұрып тұрған соң астыға да істеп қойдым мұзды. Жителерге барып сұрап көрейінші, мен. Жителер қайда? Житель, қалайсың, жақсысың ба? О, жарық, сәлем, қалайсың? Житель, что там, купол қалайсың, жақсы ма? Ё-майо, а то ыстықтап кеттік қой. Жарық, қыстың қақ ортасында 75 градус еді, қазір жақсы болып жатыр. Сол житель соны айтып жатыр едім жаңа ғана. Кәдімгідей жақсы болып қалдық. Ё-майо, ато деген ыстықтап кеттік қой. Қазір тоңып жатқан жоқсың ба? Жоқ, жарық, бірақ осы еріп кетпей ма күннің астында? Житель, білмеймін, сол еріп кетуі де мүмкін, жарық, еріп кетсе су басып кетеді ғой ауылымызды. Дұрыс айтасың, житель, не істесең болады екен? Подписчиктарды сұрап көрейін. Подписчик, житель еріп кетуі мүмкін деп жатыр. Сіздер қалай ойлайсыздар? Еріп кете ма, еріп кетпей ма? Комментарияңызда өз ойларыңызды жазып жіберіңіздер, мен барлығын оқимын және сіздерге де жауап беремін. Мынау не қылып жатыр? Житель, енді көрем, су басып кетсе сендерді құтқарам, уайымдамаңдар. Ауылды құтқарам, сендерді құтқарам. Жарық, біз сенеміз ғой, білеміз ғой. Так, житель, саған ше қалай? Саған жақсы ма? Жарық, өте жақсы болып қалды. Ма салқындап қалдық қой. Сол салқындап қалдық, жақсы болды. Бірақ ең жаманы машинамен енді шыға алмаймын ешқаққа. Былай жүріп қояйық енді. Уже енді бақта шыға алмайсың ғой, міне өстіп тіреліп қаласың. Ё-майо, машина аударылып қалды ғой мұздан. Все нормально. Так, ё-майо, жительден сұрап көрейін, не істеу керек екен? Житель, сен қалай ойлайсың өзі? Ауылға тағаны жетіспей жатыр, а то әлі ыстық болып тұрған сияқты. Жарық, сен бассейн істесең бассейнімізді, и салқын бөлме істеп қой. Қыран идея бар ғой істейтін. Точно, житель, мен миым қалай соған жетпеген. Так,
Так, барып алайық, лётты алып алайық. Салқын бөлме істеуге болады, житель айтқандай бассейн істеп тастауға болады. Житель, рахмет саған. Я, Жарық, обращайся. Орысша сөйлеймін анау. Так, достар, бассейнді мен өз үй жағыма істеймін, өйткені өзім саламын ғой. Жарық, біз де сауат саламыз ғой, Я, житель, соға саласыңдар. Так. Былай, лёттан істейміз. Осылай. Так, енді қалай істесек болады. Былай істейміз. Өшіреміз. Өте жақсы бассейн болады ау бізде. Кәдімгідей күшті болады. Ал достар, бассейніміз кәдімгідей күшті болып шыққан сияқты болды. Енді суды аламыз да құйып жібереміз мына жаққа. Мұздай су болады. Мұздай суда барлығы суға түседі. Жителдер. Ал, Жарық. Суға түсіңдер ма? Я, сосын түсеміз. Төпсі, жителдер, сендер үшін бассейн дайындап қойдым. Мына жаққа бір лестница істеп қояйын. Бір лестница істеп қояйық. Бұл достар, әдемі болып тұр. Өте әдемі болып қалған сияқты енді. Бірақ мына жақта что-то блоктар көбірек. Вот енді точно әдемі. Так, осы жаққа да бір лестница істей салайық. Болды достар, енді жақсы болып қалды. Ал достар, енді ледяной комната істеп салайық. Күн бар ма? Күн әлі ана жақта, ё-мо. Мына жақта тұрған сияқты, және қалай түсіп кетті. Так, достар, қалай комната бөлме істесек болады? Мұз бөлмесін қалай істейміз? Достар, мен бір идея ойлап таптым. Менде инвентарда вообще жақсы мұз бар екен ғой. Мен кәдімгідей бір күшті мұз бар екен ғой. Міне достар, мынандай мұз бар менде. Осыдан енді бір бөлме істеп салайық. Бұл ерімейтін мұз. Былай істеп жібереміз. Ерімейтін мұз. Мынау жете ма бізге? Или тағы бір бөлме істеп тастайын ба? Тағы бір бөлме істеп тастайыншы жителдер үшін. А то жителдер завидовать істейтін шығар. Былай істеп жүреміз. Былай. Әдемі достар. Мына жақта бөлменің екі есігі болады. Екі есігі дегенде есік тұратын жер. Екі бөлменің екі ортасы. Достар, қараңыздар, көрдіңіздер ме? Мықты мұз екенін мынаның басында. Кәдімгідей еріп кететін сияқты мұз болып тұр. Анау уже морозильникте мың жылдай жатқан сияқты мұзға ұқсайды. Достар, основаниясын істеп қойдым. Енді жалғасын істейміз. Потологын, крышасын деген потолок деппін ғой. Шаңырағын істеп жүреміз өстіп. Болды, әдемі шаңырағы дайын. Енді мына бөлменің шаңырағын істеп жүреміз. Шаңырағымыз әдемі болып тұру керек. Ё-мо, уже салқындау екен достар. Что-то мен дала ыстық болса тоңып қалдым уже. Мына бөлмеде боламын деп. Ё-мо, ладно, андай жылы кресло қойып қоямын, сол кезде жақсы болып қалар. Әдемі достар, енді есігінен шығамыз. Есігі әлі жоқ, бірақ істей береміз сосын. Енді былай әдемірек шаңырақ істейміз. Кәдімгідей ауылдағылар тұрмай ма? Кәдімгідей үй болып тұрады мынау. Ал достар, салып болдым. Ё-мо, әдемі болып шыққан сияқты. Мына жаққа лёд емес, бір терезе істеп салсам болады. Әдемі бір терезе қойып қойсам болады мына жаққа. Былай. Ё-мо, кәдімгідей күшті болып қалды. Ал достар, істеп болдым. Мен даже мынандай терезе істеп қойдым үйге. Қалай ойлайсыздар, әдемі болып қалды ма? Мен ойымша кәдімгідей әдемі болып қалды. Свет керегі жоқ, осындай қараңғы болып тұрады. Кейін терезе бар ғой. Осы жаққа осындай бір стол қойып қояйын. Компьютер тұрсын. Өстіп ше, мынаны алып тастайын. Мынау қалай ұшып тұр? Былай тұрады. Мына жақта менің ноутбугым тұрады. Мына жақта. Так, не бар өзі? Тағы бір компьютер тұрсын досыма. Так, мына жаққа бір телевизор қойып қоймасам. Мына жаққа бір кішкентай телевизор. Телевизор емес, бұл монитор деген. Мына жаққа бір монитор қойып қойсам болады. А вот телевизорды. Телевизор емес, по-любому. ТВ деп тұрмай ма? Бұл телевизор, мынау телевизор. Так, мынау да телевизор. Қайқа тұрса ба? Қайқа қойса ба? Бұл телевизорды мына жаққа қойып қойсақ болады, по идее. Өсіп тұратындай. Әдемі. Так, енді стульчиктер. Чейр десек стульчик болады. Уже түн болды ма екен? Түн батып жатыр екен достар. Чейр.
или диванды алып аламыз. Біз диван алып аламыз. Мына бір диван аламыз. Ал достар, дайын. Қараңыздар, мынау телевизорды бірақ байқаймыз. Шамалы оң жаққа қойып қою керек, өйткені мынау былайша диван жақта тұрған емес, мына жақта отырамыз. В принципе, дайын. Мына данс қойып қойсақ болады, если билейтін. Оп, достар, қалай жақсы ма, әдемі ма? Міне игровой зона дайын, мына компьютер ойнап отырсақ болады. Чик-чик-чик-чик. Міне, оп, әдемі достар. Кәдімгідей күшті болып жатыр. Мына Майнкрафт ойнауға болады. Мен сияқты дәл қазір Майнкрафт ойнап отыруға болады. Так, білмейміз, дайын достар. Сіздерге ұнады ма? Қалай, жақсы ма? Так, жителдер, жақсы жителдер. Житель. Там қалай, жақсы ма? Иә, жарық, жақсы. Қазір барлығымыз жителдер жиналып демаламыз сияқты. Все, житель. Ben күтем. Бассейнға түсіңдер, житель, бассейнға түсіңдер ма? Иә, жарық, бассейнға түсіп келе жатырмын мен уже. Сондықтан мен сен сондай су суып тұрсың. Иә, жарық. Рахмет саған. Оқа шақ житель, қиын емес па маған. Ай-бай. Ал достар, сіздерге көргендеріңізге рахмет. Мен кәдімгі игровой зона, игровой бөлме, бассейн барлығын сырттадым жителдер үшін, қиналып кетпес үшін. Мен енді өзім барып, білмеймін, бір телевизор көре тұрам, или бір компьютер ойнай тұрам. Бір нәрсе істейтін шығармын. Сіздермен мен қоштасам достар, көргендеріңізге рахмет, сау болыңдар достар.